Шабуылшы 32-ші нөмірде Юнус Масудов дәл қазір. Өте тамаша соққы және гол алыстан бағытталған. Мына бір керемет соққыны қараңыздаршы, құрметті көрермен. Хан Тәңір командасының ойыншылары небәрі 5-ші минутта бейне қайталаудан қарап көрейікші. Тимур Дешкодан пас алды және Тайланның алыстан шірене тепкен добы құдды бір Асхат тағы берген ағасының Дания қақпасына соққан голы іспетті. Тайлан бұл жерде Рустам сеп теңестіруге дұрыс көреді. Тайлан қазір қақпашымен бірге бір шығуға мүмкіндік бар. Алыстан бағытталған тағы бір соққы бұл жолы. Алыстан бағытталған бұл соққы өте тамаша. Тұтқан болатын, одан соң Ұлытауды Алтай өз алаңында 1-0 есебімен. Дәл қазір қорғаушының қателігін пайдаланып кетуге керемет мүмкіндік бар және гол, құрметті достар. Бүгінгі ойында 22-ші минутта біз Ожжан Сабыржановтың керемет гол. Қараңыздар. Қақпашы Санжар Барлыбаевқа пас берді. Нәтижесінде Барлыбаев топ қабылдау кезінде қателікке бой алдырды. Матч ары қарай жалғасады. Дәл қазір Тада алыстан бағытталған соққы бұл жерде. Дәл қазір бұл сәтте алыстан бағытталған тағы бір сыр өтсек, алаң иелері қақпасында Жансенім Оңғарбек 47. Өскемендіктер дәл қазір Жансенім Оңғарбек үшін қиындық келтірмеді. Қазір әріптестеріне бір қараған көріп отырмыз. Пас беру қажет еді ғой, бірақ алаң иелерінің шабуыл және гол. Тимур Хван, Дмитрий Юрков мырза Хванды бекер қалдырмаған екен. Бірінші кезеңде өз ойыны жүрмеген Хванға толықтай сенім артты. Нәтижесінде Тимур Хван ойында 2-1 ойыншының арасынан тамаша допты тартып алып гол соққанын айта кетейік. Олай болса, дәл қазір Гулиев қазір айбалаңда етелей кірді. Бұда бір сәтте ашуға толы
айқайын көріп тұрмыз. Гулиев өте керемет ойнады, асықпай, аптықпай. Ларионовтан өтіп қараңыздаршы, қаншама ойыншыдан өткізіп берді. Табылмады Алтай сапында. Төрт минут уақыттың жалынды ойына. Алайда біз қазір Хан Тәңір жігіттерінің шабуылын көрудеміз.